Сөздің маңызы кетіп, самалы қалды. Адамның жақсысы кетіп, жаманы қалды. Кезінде Мөңке би келешек туралы былай депті. Кер заман кезінде көлдің суы бітіп табаны қалар. Аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар. Жақсының атағы кетіп азабы қалар. Әулиенің аруағы кетіп мазары қалар. Сөйтіп ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Кер заманның кезінде құрамалы қорғанды үйің болар. Айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішінде шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Табалдырықтан биік тау болмас, кер заманның кезінде су тартылыр. Таң мен топыраққа жүк артылар. Ар ұяттың бәрінен жұрдай болып, қарап тұрған жігітке қыз артылар. Ішкенің сары су болады, берсең итің де ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Итпен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. Кер заманның кезінде ертеңіне сенбейтін күнің болады. Бетіңнен ала түсетін інің болады. Алашы бар тілің болады. Дүдәм алдау дінің болады. Еркегің қазаншы болады, әйелің базаршы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кейбір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі. Көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ашшыны ашшы демейді. Тапқанын олжа дейді. Алқан білген молда дейді. Бір-біріне қарыз бермейді. Шақырмаса көрші көршіге кірмейді. Сарылып келіп тосады. Құны жоқ қағазды судай шашады. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ. Жақыннан басқа қасы жоқ. Лағынет қамыты мойнынан да, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің қошы жоқ. Бар шауасы түп түгел, енді мұның есі жоқ. Заман ақыр болады, жер тақыр болар. Халқы пақыр болар. Балалар жетім болар, әйелдер жесір болар. Ә десе мә дейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы ден болар. Жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Ақыр заман болғанда қатын би болар. Сиыр пұл болар. Туған балаң қу болар. Үй ішінде неше жан болса бас-басына би болар. Бала болсаң болғандай бол, ағайынға қорғандай бол. Білімді мен дос бол, сасқанда ақыл береді.